ұлттық қауіпсіздік комитет, ал оның артында қазір ФСБ тұр. Қайсы болса да Тоқаев қолдау көрсетіп, Тоқаевқа жұмыс жасап жатқандар, сіздер түсініңіздер. Сіздер мынау ұлтты сатып, орыс әлеміне жұмыс жасап жатсыздар. Кезінде 1920-30 жылдары болды сіздердің аталарын үлкен сатқындар. Соның арқасында еліміз кіріп кетті ықпалына Ресейдің. Қазір тарихта қайталанып жатыр. Ерлан Карин, Марат Тажин, Ермұхамед Ертісбаев, Тоқтар Бакиров, Әлихан Байменов. Шегі жоқ. Өкінішке орай жастар қосылып жатыр. Сатылып. Көреді ғой олар. Біздің мына қаймақтарымыз Дулат Исабеков, Асқар Жұмаділдаев, Мұхтар Шаханов сатылып жатқанда біз кімбіз? Біз кімбіз? Өсіргізбейді. Уақыт өтіп жатыр. Мына өмірде бір биіктікке жеткім келеді, өмірдің қызығын көргім келеді, балаларды өсіргім келеді, балаларға пәтер алу керек, нарықтық болды деп. Сөйтіп анау-мынау ұсақ түйек оймен, мақсатпен арғы сатады да кетеді. Нұрлан Қоянбаев, Украинаның комигі Владимир Зеленский қай жері артық болды? Сол Нұрлан Қоянбаевтан. Нұрлан Қоянбаев Қазақстан бойынша мықты не болды жаңағы комик. Бірақ Нұрлан Зеленский барады да саясатқа келеді да халықтың батырының қызметін атқарады. Анау тәжірибесі бар, қанша президенттер болды, саясаткер болды, солардың бәрін артқа қалдырып, сөйтіп Украина саясаткерінің атын шығарып, Украина халқын датын шығарып, биік шығарып, атын халықтың Украина. Біздің Нұрлан Қоянбаев кімге барады да, администрация президентке баяғы Ерлан Карин деген сатқын бар, соның қарамағына келеді да, мынау байғұс қазақты, қайран қазақты алдап, сулап, жақында бір партия ашқан дейді, республика, соған кіріп жатыр. Ешқандай партия емес, бәрі осындай, Динара Егебаева, республика партиясы, Байтақ партиясы, бәрі спектакль, бәрі жалған, бәрі өтірік. 30 жыл Назарбаев бұл жерде бәрі қызмет жасап, Тоқаевтың өзінің сатқындардың командасы пайдаланып жатыр. Бұның шегі болмайды ағайын. Бұның бәрін тоқтату, мұнда ешқандай салеуді жасалмайсыздар. Халық таңдау партияның туы көтерілді, қай болса да бененің атында сілтеме бар. Соған тіркеліңдер. Міне, бірақ мүмкіндік бар, мүмкіншілік. Халыққа өзгеріс жасайтындай. Тәсіл. Басқа жоқ. Міне көрдіңіздер, белсенділердің үні өшті. Диана Мұхамедованың өзінің жаңағы сөйлеп тұрған несінен Фейсбукта қараңдар. Басқа біреуді сөйлептер жатқан жоқ. Мұхтар Әблязовтың өзі қазір, өзі олда не болды? Мен айттым ғой, мына биліктер қоланып алған, 19 жылдан бастап, олар мына тақырыпты қолға алды. Құқық қорғаушы, бәрін құқық қорғаушыға айналдыру. Қастер-мен мұрагерге бастандық, Қайырлы Омарға бастандық деп шығырып жүреді көтінен. Бірнеше жүз белсенділер. Олар ішінде ойлап жүреді, басында біз күресіп жатырмыз деп. Сіздер іштемемен күресіп жатқан жоқсыздар. Сіздер мына билік жалған бір сіздерге құрастырады да бір мақсат жалған. Ложная цель дейді. Сонымен адасып жүрдіңдер. Митингке шығу керек, ананы талап қойық, мынаны талап. Олды қате болды. 18 жылдан бастап айтқаным бар, бір жерге жай керек, бірақ шығару керек Ақордаға. 19 жыл айтқаным бар, 19 жылы бір үйім, бір жұдырыққа жинайық. Балташын тірі, Олақтан Серікболсын Абделден тірі. Ақылдары жетпеді ме соған? Не, іштарлық па? Бұл идея мен ұсынған жоқпын деп. Мен қазір бар ғой, адамдар басқаларды естіп жатқан шығар. Не сіздерді ұстайды? Неге атсалыспайсыздар? Мына кіріп жатқан біреуінде атын шығып айтып жатқан жоқ ма? Бірақ қоғам қайраткерлері, аты шыққан ақсақалдар сіздерге ешкім ештеңе істемейді. Егер тұрып, осылай соткаға жазып, бейнемді былай аты-жөнін айтып, мен осындай академикпін, ғалыммын, не болмаса мен өнер саласының адамын, мәдениет саласын. Мына елдегі ахуал мінекей тым сырттан шығып жатыр, ona болмайды. Орыстардың басып алып жатыр қазір. Сондықтан халықтың партиясы керек, халықтың да партияны қолдаймын деп. Не кесіп ала ма бір жерлерінде? Өлтіріп тастай ма? Жоқ, ештеңе істемейді. Сөйтіп ұрандап тұрсаңыздар, сіздің біреуінің артыңыздан 300-500 адам кірер. Ол халықты көріп, басқасы кіреді. Сөйтіп цепная реакция.